Саламатсыңар балдар, құтман күн, барыңарға аманчылық. Бүгін Чин Құран айының 14-ті күнгі шейшембе. Бүгінгі тема жат жазу. Темасы терек, тополь. Эми сабақтың мақсаты. Бірінші, терек жөнінді. Анын адам баласына тигізген пайдасы, дарылық қасиеті жөнінді маалымат алабыз. Екінші, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз жана сабаттуу жазууга үйрөнөбүз. Үчүнчү, жаратылышты сүйүүгө жана аны коргоого тарбияланабыз. Эмесе баштайбыз. Жаңы темабыз терек дедик. Жаздык, ручканы аласыңар, калем сапталгыла. Жаздык, тема терек. Мен адегенде текст менен таныштырам. Окула текстти, андан кийин жаза баштайбыз. Жат жазуу азыркы эле колдонуп жаткан дептериңерге жазасыңар дагы, жазылган жат жазууну андан кийин текшерүүгө жөнөтүп жибересиңер. Жакшылап жазгыла балдар. Тексттин ичинде тыныш белгилери бар. Ал белгилер тире, кош чекит жана өтүрлүү чекит дагы бар. Башка өтүрлөр дагы бар. Эмесе мен бир жолу окуп берейинчи, жакшылап тыңшагыла. Терек. Терек баалуу дарак. Ал жер тандабай өсөт. Терек байыркы убактан бери адамдарга ак ниет кызмат кылып келе жатат. Ал эң сонун дарыгер. Абаны көмүр кычкыл газынан, чаңдан, көөдөн тазалоо боюнча дарактардын чемпиону. Абаны тазалоо ишинде бир терек 3 липанын, 4 кызыл карагайдын же 7 карагайдын ишин аткара алат. Ар бир терек көрүнбөгөн фонтан сыяктуу. Жалбырактары ысыкта суткасына бир нече чака сууну буулантып турат. Теректин жалбырактары адамдын ден соолугуна пайдалуу заттарды бөлүп чыгарат жана абага жыттуу эфир майын таратат. Анын жыгачы жумшак, жеңил жана анда минералдык заттар бар. Менин оюмча текст жеңил, силерге дагы түшүнүктүү, ошондой эле менимче кызыктуу болуш керек деп ойлоймун. Эмесе баштайлы. Мен биринчи сүйлөмдү толугу менен окуймун, андан кийин кайталай баштайм, жаза баштайсыңар. Баштадыкпы? Терек баалуу дарак. Тире бар байкагыла. Эмесе жаздык. Терек баалуу дарак. Терек баалуу дарак. Экинчи. Ал жер тандабай өсөт. Жаздык. Ал жер тандабай өсөт. Ал жер тандабай өсөт. Терек байыркы убактан бери адамдарга ак ниет кызмат кылып келе жатат. Жаздык. Терек байыркы убактан бери адамдарга ак ниет кызмат кылып келе жатат. Кызмат кылып келе жатат. Кайталайм сүйлөмдү карагыла. Терек байыркы убактан бери адамдарга ак ниет
қызмат қылып келе жатады. Абзац. Ал ең соңын дәрігер. Абаны көмірқышқыл газынан, шаңдан, көден тазалоо бойынша дарақтардың чемпионы. Жақшылап көңіл бұрғылап қош жегіт бар өтірлердегі. Баштадық. Абзацтан. Ал ең соңын дәрігер. Абаны көмірқышқыл газынан, шаңдан, көден тазалоо бойынша дарақтардың чемпионы. Дарақтардың чемпионы. Қайталайын бұлдар қарағыла. Ал ең соңын дәрігер. Абаны көмірқышқыл газынан, шаңдан, көден тазалоо бойынша дарақтардың чемпионы. Кейінгі сөйлем көттік. Абаны тазалоо ішінде 1 терек 3 липаның, 4 қызыл қарағайдың, 7 қарағайдың ішін атқара алады. Балдар, үтірлер бар. Байқағыла. Баштадық. Абаны тазалоо ішінде 1 терек 3 липаның, 4 қызыл қарағайдың, 7 қарағайдың ішін атқара алады. 7 қарағайдың ішін атқара алады. Қайталаймын текшергілі. Абаны тазалоо ішінде 1 терек 3 липаның, 4 қызыл қарағайдың, 7 қарағайдың ішін атқара алады. Текшердік. Кейінгі абзац. Ар бір терек көрінбеген фонтан сияқты. Жалбырақтары ысықта соткасына бірнеше чақа суыны буылантып тұрады. Жаздық. Ар бір терек көрінбеген фонтан сияқты. Жалбырақтары ысықта соткасына бірнеше чақа суыны булантып тұрады. Қайталаймын сөйлемді. Ар бір терек көрінбеген фонтан сияқты. Жалбырақтары ысықта соткасына бірнеше чақа суыны булантып тұрады. Кейінгі сөйлемге өтеміз. Теректің жалбырақтары адамдың денсаулығына пайдалы заттарды бөліп шығарады, жана абаға жыттуу эфир майын таратады. Баштадық. Теректің жалбырақтары
адамдын денсаулығына пайдалуу заттарды бөлүп чыгарат жана абага жыттуу эфир майын таратат. Кайталаймын сүйлөмдү. Теректин жалбырактары адамдын денсаулыгына пайдалуу заттарды бөлүп чыгарат жана абага жыттуу эфир майын таратат. Акыркы сүйлөм. Анын жыгачы жумшак, жеңил жана анда минералдык заттар бар. Жаздык. Анын жыгачы жумшак, жеңил бар. Жеңил жана анда минералдык заттар бар. Жана анда минералдык заттар бар. Кайталаймын сүйлөмдү. Анын жыгачы жумшак, жеңил жана анда минералдык заттар бар. Балдар, бүттүк биз текстти. Текшердик. Уккула жакшылап, карагыла балдар. Жакшылап жазгыла. Кечиресиңер, жакшылап текшергиле. Эмесе, дагы бир жолу башынан баштап текшеребиз. Терек, баалуу дарак. Ал жер тандабай өссөт. Терек байыркы убактан бери адамдарга ак ниет кызмат кылып келе жатат. Ал эң сонун дарыгер. Абаны көмүр кычкыл газынан, чаңдан, көөдөн тазалоо боюнча дарактардын чемпиону. Абаны тазалоо ишинде бир терек 3 липанын, 4 кызыл карагайдын же 7 карагайдын ишин аткара алат. Ар бир терек көрүнбөгөн фонтан сыяктуу. Жалбырактары ысыкта суткасына бир нече чака сууну буулантып турат. Теректин жалбырактары адамдын денсаулыгына пайдалуу заттарды бөлүп чыгарат жана абага жыттуу эфир майын таратат. Анын жыгачы жумшак, жеңил жана анда минералдык заттар бар. Бүттүк балдар. Демек, менимче жакшы жаздыңар болуш керек деп ойлойм. Эмесе, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма өтүлгөндөр боюнча кайталоо. Эмесе балдар, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.